Бүгін өзім армандаған, көптен бері түсіремін, после жасаймын деген видеоны түсіріп жатырмын. Және бұл видео мен ойлағандай болып шықпайтынына сенімдімін. Бірақ дегенмен ютубқа арнап өзім арнайы ұзақ түсіргім келіп отыр. Және бұл видео алғашқы менің ұзақ түсірілген видео болады. Видео шортс емес, кәдімгі видео болады. Бірақ енді бұл точно атпайтын болар. Ретке шықпайды деп ойлаймын, анық. Сондықтан өзіме естелік ретінде қалсын деп ютубқа енді ютуб каналыма салып қоямын. Көрсеңіздер көресіздер, көрмейтін болсаңыздар енді өзім үшін естелікке қалады. Біріншіден, жалпы білесіздер, оған дейін жалпы мен негізі салдым өзімнің 50 килограмм арықтағаным жөнінде. Оның бірақ 10 шақты ғана просмотр болған сияқты ютубта. Тредсті өте қатты өтті, оның просмотрыма сондай болды, ал қалған платформалардың барлығында өте аз жинады. Бірақ енді жақсы, ештеңе етпес. Алғашқы рет ұзақ видео түсіретін болсам кішкене қобалжып отырмын, және ойымды кішкене жақтай алмай отырмын, ол да бар, ренжімеңіздер. Жалпы мен өзімнің арықтау тарихымды емес, арықтағаннан кейінгі жағдайымды айтқым келеді, өйткені жалпы осы уақытқа дейін YouTube болсын, басқа да платформалардың барлығында түгелдей қалай арықтау керектігі жайында өте көп ақпарат берілген. Сіздер қалаған жерлеріңізден оны қарап ала аласыздар. Қалай арықтау керек, немен арықтау керек, оның барлығыңыз білесіздер. Дефицит және үнемі қозғалыс, оны барлығымыз білеміз, бірақ жасамаймыз, өкінішке орай. Бұл енді анық нәрсе. Сосын енді барлық нәрсе, оның барлығы түгелдей бар болғандықтан, ол туралы ақпараттар өте көп болғандықтан, мен барлығын айтып отырғым келмейді. Әркімнің организмі әртүрлі, қабылдауы да әртүрлі. Маған көмектескен нәрсе ол сіздерге көмектеспеуі мүмкін. Сондықтан ол туралы айтпаймын. Мен тек қана арықтағанның қандай пайдасы бар және одан кейінгі адамның жалпы халі жағдайы қандай болады, осы туралы айтқым келеді. Олай болса кеттік. Ең бірінші бұл барлығына, жалпы қыздарға ең қажетті дейін ба, әлде қыздарға бір мотивация беретін. Енді қыздарға деп айтып жатырмын, енді жалпы қыздар, өзім қыз болғандықтан, енді қыздар қауымына, әйелдер қауымына айтамын. Енді ер адамдар өздері айтып жатар тағы да. Қыздар қауымына үлкен мотивация бұл әрине киім деп ойлаймын. Менің ең басты проблемам негізі көбінесе сен толық болған уақытта, артық салмақ болған уақытта, мысалы өз басым шыны керек денсаулық туралы ойлаған жоқ. Маған кәдімгі өзіме, денсаулығыма, барлығына пофиг болды, шыны керек. Бәріне немқұрайлы қарадым шынымен. Ал арықтаған уақытта менің бар арманым әдемі көйлек кию, әдемі киім кию болатын. Визуально жіңішке боласын, кәдімгідей бір жерге отырған уақытта, бір жерге мысалы столға отыратын болсаң жаман ұяласың, орындыққа сыймайсың, автобус орындықтары жай ғана бір жерге барып отыратын болсаң, сен үшін барлығы былай да былай сырлап отыру керек, кәдімгідей қиын. Сен отырған уақытта бір емес бірнеше отырғышты, бір отырғышты түгел алып екінші отырғышқа да шығып кетесің. Кәдімгідей қиын оның бәрін көру, адамдар сені жаратпай тұрғанын сезіну, физикалық тұрғыдан да, психологиялық тұрғыдан да сен оны нақты көріп тұрасың және сезініп тұрасың. Сен жиіркенгенін кәдімгідей сезінесің. Бұл шынымен қиын, жалпы қыз балаларға ғана емес, жалпы адамға сені ұнатпағанын сезіну, сені ешкім сол жерде көргісі келіп тұрмағанын, сен ешкім қаламай тұрғанын сезіну, кәдімгідей азаппен бірдей тең деп айта алатын. Мен өзім эмпат адаммын. Менде эмпатия өте жоғары, тез жылап қаламын деген сияқты. Сондықтан мен көңіліме өте тез қабылдаймын. Мен сөз көтере алмаймын. Енді мүмкін ол менің дұрыс психологиялық тұрғыдан жетілмегенім болар, бірақ дегенмен әлі күнге дейін қанша күрессем де оны жеңе алмадым. Тырысқанымен бәрібір көңіліме жақын қабылдаймын. Мен үшін ауыр кез келген сөз.
Ал сол моментте енді мысалы сені ешкім ұнатпағанын сезіну тіпті қиын деп ойлаймын. Барлығы мысалы сыртынан сені мазақ ететінін сезіну, бәрі мысалы сенің артынан айтатынын сезіну қиын. Мен өзім жылап жатамын. Өкінішке орай осылай жылай беремін кішкентай нәрсеге. Шынымен сіздерге айтқым келеді, егер мысалы сіздердің жандарыңызда сондай адамдар болса, жалпы оған сіздің ауызша айтқаныңыз, мысалы публично барлық адамға мазақ еткеніңіз өте қатал тиеді. Сондықтан ондай іспен айналысып жүрген болсаңыздар, қойыңыздар, жасамаңыздар. Ол тіпті адам суицид туралы да ойланады, шыны керек. Уже адам шыдамаған уақытта бәріне шаршап кетеді. Сен мысалы қанша диета ұстауға тырысасың, қанша диета ұстауға тырысасың, қанша рет жүгіруге тырысасың. Әңгіменің қысқасы, сен мысалы тырыспайсың емес, айналаңдағы барлық көздерді, сөздерді барлығын сезінесің. Сен тырысасың, бірақ кейде енді не получается, солай болады. Ештеңе жасай алмайсың. Арықтау енді семіру өте оңай, арықтау өте қиын, оны бәріңіз білесіздер. Менде арықтағаннан кейін ең басты мәселе айтқанда киім болды. Барлық адам мысалы сенің киіміңе қарап, сенің түр әлпетіңе қарап қабылдайды. Жақындарың болсын, достарың болсын, айналаңдағы адамдардың кез келген, тіпті жұмысқа қабылдау барысында да визуально ешкімге ұнамайсың, шыны керек. Сондықтан қыздар, сіздер егер артық салмақпен қиналып жүрсеңіздер, сіздерге кеңесім қазірден, ертең емес, дүйсенбі күні, келесі айдан бірінші күннен бастаймын, айдың бірінші күннен бастаймын, бірінші аптасынан жоқ, қазірден, бүгіннен, дәл қазірден бастап өте көп тамақ ішуді азайтып, дәрігерге барып қаралып, міндетті түрде анализдеріңізді тапсырып, сіздерге не жетіспейді, мүмкін ол гормондар арқылы шығар. Барлығы да мысалы тамақты көп жей бермейді ғой. Менің өзімде мысалы тамақтан, кейбір адамдар тамақты көп жемейді, бірақ семіреді. Ол мысалы гормондардың ойнауынан, бала босанғаннан кейін деген секілді, немесе оған дейін де гормондар ойнап кетуі мүмкін. Енді жалпы қыз баласы үшін бұл кәдімгідей гормондар өте қиын, әйел адамға тіптен қиындап кетеді. Сондықтан сіздерге кеңесім, дәрігермен кеңесіңіздер, нақтысын біліп алыңыздар, қазірден бастаңыздар. Диета болсын, әртүрлі білмеймін қандай тәсілдер бар, барлығын пайдаланып тұрсыңыздар. Өздеріңіз үшін жүдеуге, арықтауға тырысыңыздар. Бұл шыны керек, арықтағаннан кейін өзіңіздің өміріңіз 180 градусқа өзгереді. Мен сіздерге гарантия беремін. Оны көріп те жүрген боларсыздар. 50 килограмм тастағаннан кейін, 80 килограмм тастағаннан кейін менің жағдайым қандай болды деген. Мен өз басым осы уақытқа дейін видеоларды көріп жүрдім. Маған өте қатты ұнайтын ол қыздардың кәдімгідей жинақталып қалғаны, әдемі болып көрінетіні, маған мотивация болатын соларды көру. Мен бұрын өзім студент уақытымда негізі бала күнімнен толықпын. Студент уақытымда бірақ өзімді өте қатаң ұстап, күнделікті диета арқылы жүріп 60 килограмм болғанмын. Сол уақытта маған ұнайтын, мысалы бойым кішкентай болуына қарамастан, маған сол салмақ ұнайтын. Ішім бар, хотя барлық жерде артық майым бар, бірақ дегенмен сол салмақты өзімді жеңіл сезінетін. Кейін әртүрлі жағдайлар болды. Сосын менде қалай да
білмеймін қалай шығып кеткенімді өзім де байқамай қалдым. Өзіме мысалы тек қана суретке түскенде, фотоға түскенде ғана байқадым, ал баяғы уақытта өзіме баяғы сол арықпын деген сияқты ой миымда қалып қойған ғой. Мен ойымда ойлайтын, мен әлі арықпын, мен семіз емеспін деп өзім қабылдамайтын. Сөйтіп жүріп 130 килограммға жеттім. Сенесіздер ма, шынымен 130 килограммға жеттім. Білмеймін, мен весідағы тараздағы мүлдем сенген жоқпын, өтірік сияқты. Бірақ кейін айналамдағылар айта бастағанда өзімнің жүріс-тұрысымды байқап фотоларға қараған уақытта барып басыма мен дейді, мен шынымен семіріп кеткен екенмін. Адам шынымен негізі қабылдамайды екен. Өзінің семіз екенін, өзінің өте қатты артық салмақ қосқанын байқамайды екен. Солай менде де сондай болды. Мен де мысалы сезген жоқпын. Сөйтіп жүріп 30 килограммға жетіп қалдым. Мысалы үйімде енді мамам айтады ғой, арықта деген сияқты, семіріп кеттің, арықтау керек, былай жүре алмайсың, денсаулығың құрып кетеді деген сияқты. Бірақ ешқайсысына мән берген жоқпын, хотя менде одышка болды үнемі жүрген уақытта. Деп андай демалысты білесіздер ғой, кәдімгі қиналып кетесің, мына жақын жерге барып жүрудің өзі кәдімгідей қиын. Телефонмен бүйтіп біреуге аудиозапись жіберіп айтқанда кейін тыңдасаң, ужас қой ананы тыңдау деген. Всегда деп каждый сөйлеген сайын әрбір сөзден кейін сол не дыбыс шығып тұрады, ұядай. Сосын тамақты енді мен өзім көп жедім, тіпті 2 адам емес 3 адамның порциясын жеп қойған болармын. Сөйтіп тамақты өте көп жедім. Солай келе бір күні басыма тиді, сосын арықтаймын деп шештім. Барлық тәсілдерді пайдаландым. Сонымен мен бір жыл ішінде 50 килограмм тастадым. 50 килограмм тастағаннан кейін менің өмірім шынымен енді кәдімгідей стройный қыздар сияқты әдемі болып кетті деп айта алмаймын. Әлі де арықтау керек маған. Мен қазір 79 килограммын. Менде әлі 30 килограмм тастау керек. В общем, 30 килограмм тастағаннан кейін мен кәдімгідей не деп айтады, нормадағы адамның салмағы болады. Менде қазір нормада емес, менде әлі де артық салмақ бар. 30 килограмм, 20-30 килограмм тастау керек. Содан кейін барып мен нормадағы салмақты ұстай аламын. Нормадағы салмақты емеспін қазір. Қазір әлі де толықпын, әлі де артық салмақ бар. Бірақ сонда да мен 50 килограмм тастадым, және сол 50 килограмм тастағаннан кейін мен өзімді жеңіл сезіне бастадым. Қазір как будто мен 50 килограмм сияқты. Өзім солай сезінемін. Хотя олай емес, білем. Мен деген әлі де артық салмақ бар, әлі де ішім жан-жағымда майларым барлығы шығып тұрады. Фотоға түскенде, видеоға түскенде ракурс таңдап, әртүрлі фильтр таңдап түсуге тура келеді. Байғы уақытта енді үнемі түсіп олай жасай алмайсың. Өйткені барлық жан-жағында майлар привет деп көрініп тұрады. Сондықтан ыңғайсыз. Бірақ дегенмен бұрынға қарағанда әлде қайда жақсы, шүкір оғанда. Бұрынға қарағанда өзімді өте жақсы сезінем, жеңіл сезінем. Бұрынғыдай менде одышка жоқ. Бірақ енді жүрген уақытта, қатты жүрген уақытта сезіледі. Бірақ дәл бұрынғыдай емес. Каждый секунд сайын одышка емес. Каждый секунд сайын емес. Шүкір оған. Сосын киімдер бұрын мен тіпті 68 размерге дейін киюге тура келді. Мен Каспийден немесе басқа бір жерден заказ бере алмайтын. Үнемі тек Вайлдберриден, өйткені Россияда ғана үлкен размерлі киімдер болды. Ресейде. Енді білмеймін, мүмкін Қазақстан басқа елдерінде де болған шығар, бірақ мен Вайлдберридке